Бұл сабақта мен сіздерге омбудсманның негізгі функциялары жайлы айтқым келеді. Енді кейбір адамдар бұл кім, немесе дәулет не айтып жатыр деп ойлауларыңыз мүмкін. Жалпы осы жылдан бастап Қазақстанда банктік және де микроқаржылық омбудсман институттары солардың жұмыс аясы кеңейтілді. Және де мен айтатын едім, осы парламентте бір заң қаралып жатыр. Осы омбудсманның мемлекеттік тілді білуі де, мемлекеттік тілде жауап беруі де міндеттеледі. Өйткені шыны керек, дәл осы аудитория көбі қазақы біріншіден, екіншіден банктың тілі көбінесе орыс тілінде жүріп жатады. Оны біздің ауылдағы Мырқымбай, Бәтима апаларымыз түсінбей жатады. Сондықтан қазіргі не бойынша, талап бойынша омбудсман міндетті түрде қазақ тілінің тестінен өту керек, қазақ тілін білу керек деген осы талапты біз заңға енгізгелі жатырмыз. Енді жаңа айттым ғой, осы омбудсманның институттары кеңейтілді, және де бұл жаңашылдықтар қарыз алушылардың, яғни қарыз адамдарының құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған. Бұл жерде омбудсманның негізгі функциялары жаңа айттым, екі бағытта. Біреу микрофинансы, қаржы ұйымдары мен микроқаржы ұйымдарымен жұмыс істейді. Екіншісі банктермен жұмыс істейтін омбудсмен екі бағытта бар. Бұл жерде негізгі функциялары қарыз шарттары бойынша сіздің шағымыңызды қарайды. Банк пен тұтынушы арасында ол делдалдық қызмет атқарады, және де қарыз алушылардың құқықтарын қорғау және заң бұзушылықтарды анықтайды. Кейде болады, мынау дұрыс болмады, немесе коллекторлар маған қайта-қайта звондады, мені боқтады деген секілді енді неше түрлі дүниелер болып жатады. Сол кезде осы банктік омбудсманға жүгінсеңіздер болады, және де сіздің сол қаржылық сауатыңызды арттырады. Және де бір ескерту, егер де сіздің ісіңіз сотта қаралып жататын болса, немесе соттың шешімі шығып қоятын болса, онда банктік омбудсманның сізге берер бағыт бағдары жоқ. Ал енді жаңа айтқандай микроқаржылық омбудсман, ол жаңа айтқандай негізгі дауларды қарайды, коллекторлармен болған, жаңа айтып өттім. Одан кейін сіздер кредитті де оңды солды таратпас үшін жауапты кредит беру мәдениетін дамыту бағытында да жұмыс істейді. Яғни біреуге сол несие алмас бұрын, несие бермес бұрын оқыту, түсіндірме жұмыстарымен айналысады дегендей. Бұл жерде де айтуға болады, сот шешімі шыққан немесе реттеушіге жазбаша шағымданбаған өтініштер қаралмайды. Яғни кейде болады, инстаграмда жазып жібересіз, немесе телефонмен звондап, маған көмектес, менде жоқ. Бұның барлығы жазбаша түрде болады. Ол үшін сіздер үшін арнайы банктік омбудсманның нөмірі Алматы қаласы бойынша 261-22-16, сіз хабарласу арқылы оларға электронды пошталарына хат жібере аласыз, немесе Айманов көшесіне, Айманов 124, 301 кеңсеге бара аласыз. Бұл банк бойынша, егерде сізде банктерде тікелей кредит несие болса, ал микроқаржылық омбудсман, ол да Алматы қаласына Мыңбаев 53-те 320 кеңседе орналасқан, нөмірі 338-22-44. Бұл ұялы телефон нөмірі емес, кәдімгі рабочий домашний телефонды үйреніп қалғанбыз ғой, сондай нөмірлер. Бұл микроқаржылық омбудсман. Ол жерде микроқаржы деген сол сізде бір микрокредит деп жатамыз, зайымдар болатын болса, онда осы нөмірлерге хабарласу керексіздер. Менің айтпағым, егер де сізде бір төленбей жатқан несие болатын болса, қарыз болатын болса, өтініш қашпаңыздар. Сіз оны қашу арқылы, болмаса ол қарыз мойныңызда тұр ғой бәрібір. Ол қашу арқылы сіз бір өміріңізді жеңілдетпейсіз, керісінше өміріңізді қиындата бересіз, керісінше мынандай бір тупикке бара бересіз. Жоқ, одан да сіз қарызсыз ба, осы қарызды шешудің жолдарын, қандай амалдары бар, қандай әрекеттері бар, банктың омбудсмен ба, жаңағы банкроттылық заңға жүгінен ба, немесе жаңадан банкке барып, мынау шоттарымды аресттен шығарып, жаңа график құралам ба деген секілді, сондай бір оймен жүретін болсаңыз, ешкім сізді бір
өміріңізді жоқ қылып, болмаса жолама деп айтпайды. Керісінше қазіргі таңда мынау екінші деңгейлі банктер болсын, жаңа айтып отырған омбудсмандар болсын, сіздерге барынша көмек көрсетуге дайын. Сондықтан қарызыңыз бар ма, оны төлеуден қашпаңыз, және де банктерден қорықпаңыз. Банк омбудсмендер жайлы ақпаратым осымен тәмам. Сіз бен біз болып қарызсыз қоғамды бірге құрайық.